Бәріне сәлем. Осындай жұмыртқасыз дайындалатын алма қосылған пирог жасаймыз. Бірінші тестісін жасап аламыз. Ол үшін 200 грамм ұнды, 120 грамм шекермен, 100 грамм ерітілген сары маймен, 1 шай қасық корицамен және де 1 щепотка тұзбен араластырамыз. Осындай шашпа тесті болып шығу керек. Тестіміз дайын. Одан кейін алмаларды қабығын аршып, ұсақ қылдырып тураймыз. Менде мұнда 4 алма. Одан да көбірек қосаңыз, өте дәмді болып шығады. Және де алма орнына джем, варенье де салуға болады. Енді тестіміздің жартысын формаға саламыз. Қатты престеп басудың қажет жоқ. Бетін тек тегістесеңіз болады. Енді үстіне туралған алмаларымызды саламыз да тегістейміз. Мен кішкене корица қосып жатырмын, бірақ қоспасаңыз да болады. Бетіне қалған тестімізді себеміз. Пирогты 200 градусқа дейін қызып тұрған духовкаға 35 минутқа саламыз. Пирог дайын. Ас болсын. Видео ұнаса, маған лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған White Baby. Қош, сау болыңыз.